Почта жасау үшін 3 А4 кетеді, оларды қалың фотоқағазға шығарып аламыз. Сыртқы сызықтар бойымен артық жерлерін қиып аламыз. Көрсетілген шеңберді дыраколмен тесеміз. Хат салатын қалташаны канцеляр пышағы және сызғыш көмегімен тілеміз. Белгіленген сызықтардан асырып қиып алмаңыз. Қағазымыз оңай бүгілу үшін беговка жасалу керек. Беговкаға арналған тақтайшаңыз болмаса, беговканы канцеляр пышағы немесе крючок көмегімен жасаса болады. Ары қарай тілінген бөлікті ішке қарай қайырамыз. Ол бөліктерді желім немесе екі жақты скотчпен жабыстырамыз. Қалған жерлерін ішке қарай бүгіп, екі шеңберді дыраколмен тесеміз. Почтаның қалған бөліктерінде қиып, беговка жасап, бүгіп, дайындап қоямыз. Екі үлкен бөліктерді бір-біріне желімдейміз. Кішкентай бөліктерін екі жақ шетіне жабыстырамыз. Екі жақты скотчпен жабыстырса да болады, әркім өзінің жұмыс тәжірибесіне қарай жұмыс жасайды. Мына 4 бұрыш түбі, оны ішіне төсейміз. Қақпағының екі жағын ішке қарай қайырып жабамыз, лентамызды өткізіп байлаймыз. Міне почтамыз дайын болды. Балаларыңыз ішіне тілектері жазылған хаттарын салады. Ойлаған тілектері біртіндеп орындалсын.